Сындарма балалар, математика сабағымызды бастаймыз. 42-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдері. Біз бүгінгі сабақта нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдерін үйренеміз. Бірінші мысал. Есептеулерді дұрыс орындасаң, суреттегі қай қаладағы ескерткіш орындары бейнеленгенін білесің. Ұлы Жібек жолы ежелгі мәдениет орталықтары болған Тараз, Свитжап, Сайрам, Шымкент және Түркістан қалалары арқылы өткен. Енді осы есептерді шығарып көрейік. 6200 бөлу 100 көбейту 10 теңдігі 620-ға тең. Яғни 620-дағы сурет Түркістан қаласы. 620 бөлінген 10 көбейтілген 1 теңдігі. 10-ды 1-ге көбейтсек 10, 620 10-ға бөлсек 62. Яғни 62 бұл Тараз қаласы. Балалар, мысал 2-ге қараймыз. Мысал 2-ның А бағанда жазылуын және есептеу тәсілін түсіндір. 2310 көбейтілген 100 теңдігі 231 көбейту 10 көбейту 2 көбейту 100 тең. Жақша ашылған 231 көбейту 2 көбейту жақша ашылған 10 көбейту 100 теңдігі 462 мың. 2310 яғни 231 мен 10-ның көбейтіндісі. 200 2 мен 100-ның көбейтіндісі. Енді балалар, мысал 2-ның Ә бағанына қарайық. 24 бөлу 6 тең 4. Енді 240 бөлу 60. Яғни 24 ондық 240-та, 6 ондықта, 60-та 6 ондық бар. Яғни 240-ты 60-қа бөлген кезде 24 ондық 6 ондық тең 4-ге. 2400 24 жүздігі болады. 6 жүздікте 6 жүздік 2400-ді бөлеміз 600-ге. Теңдігі 4. 240 мыңда 24 мыңдық, 6 мыңда 6 мыңдық. 24 мыңды 6 мыңға бөлгенде 4 болады. Б бағанына қараймыз балалар. Б бағанда 230 көбейту 2000. Яғни 230-ға 2000-ды көбейтсек 460 мың болады. 240 мыңды 6 мыңға бөлсек, яғни 240-ты бөлеміз 6-ға. Теңдігі 40-қа тең. Балалар, мысал 3-ке қараймыз. Есептеулердің орындалуын түсіндір дейді. 40 көбейту 7 көбейту 100. Яғни 40 көбейту 700. 28 мың. Екінші есептелу бойынша 40-ты 7-ге көбейтеміз. Көбейтеміз 100-ге. 40-ты 7-ге көбейтсек 280. 280-ді 100-ге көбейткенде 28 мың. Екінші тәсілі 40 мың көбейту 7 көбейту 1000. 40-ты көбейтеміз 7-ге, көбейтеміз 1000-ға. 40 мыңды 7 мыңға көбейткенде 280 мың. 280 мыңды 100-ге көбейтсек 280 мың. Міне мысал 3-те осылай
екі түрлі тәсілмен шығарылады. Үшінші мысалдың бағанын шығарамыз. 68.000 бөлу 2 бөлінген 100. Яғни 68.000-ды 200-ге бөлеміз, 340. 68.000-ды 2-ге бөлеміз 1000-ға, 34.000. 34.000-ды бөлеміз 1000-ға. Сонда 34 болады. Енді балалар, мысал 4-ке қарайық. Есепте қай ережені қолдандың? 20-ны көбейтеміз 800-ге, теңдігі 16.000. 80-ді көбейтеміз 400-ге, яғни 8-ді 4-ке көбейтіп 32. 100-діктегі 10-дықтағы 0 тіркеп 32.000. 12.000 бөлу 300, теңдігі 40-қа тең. 9.000-ды бөлеміз 300-ге, теңдігі 30. 12.000-ды бөлеміз 300-ге, теңдігі 40. 48.000-ды бөлеміз 6.000-ға, теңдігі 8. 1240-ды көбейтеміз балалар, теңдігін өзіміз шығарып көрейік. 2100 көбейту 30, теңдігін шығарып көрейік. Және 18.000 бөлу 6, теңдігін өзіміз есептеп жауабын жазайық. Есеп 5-ке қараймыз. А бағанда сайрамға Исвиджап саяхат жасауға бір турист 1200 теңге жұмсайды. Әр қайсысы 6 адамнан тұратын 3 туристер тобына қанша ақша қажет? Шартын құрамыз. Бір турист 1200 теңге, 3 топ 6 адамнан қанша теңге екен белгісіз. Яғни 6-ны 3-ке көбейтеміз. 18 адам. Бұл 3 топтағы адамның саны. 18.000-ды көбейтеміз. Бір турист, яғни 1200 теңге дедік. 18-ді 1200-ге көбейтеміз. Тең 21.600 теңге. Сонда барлығы қанша ақша қажет? 21.600 теңге. Әсіне қараймыз. 10 вагоннан тұратын пойызға 600 тонна жүк тиеу керек. Әр вагонға 3 тонна жүк сияды. Жүкті тасымалдау үшін қанша пойыз қажет? Яғни бір пойыз 10 вагоннан, бір вагонда 3 тонна жүк, 600 тонна жүкті неше пойызға тасымалдау қажет екенін табуымыз керек. Яғни 3-ті көбейтеміз 10-ға. Бір вагонда 3 тонна болса, 10 вагонда қанша бар екенін табуымыз керек. 3-ті 10-ға көбейтіп, балалар өзіміз теңдігін жазайық. Ол бір пойызға кеткен. Енді 600-ді бөлеміз 300-ге. Сонда 600 тонна жүкті тасу үшін қанша пойыз қажет? Өзіміз тауып көрейік. Балалар, мысал 6-ға қараймыз. Әр түрлі тәсілмен есептеп, тиімді тәсілді қолдан. Есептерді шығарып көрейік. 6 көбейтілген 14, көбейтілген 60. Тең жақша ашылған 5 пен 14-тің көбейтіндісі, жақша жабылған 60. Және де 5 көбейту 14, көбейту 60 деп екі түрлі тәсілмен шығаруға болады. 5 көбейту 14, көбейту 60, теңдігі 4200. 50 көбейту 76, көбейту 2. 50 көбейту 76, көбейту 2. Немесе 50 көбейту 2, көбейту 76 деп екі тәсілмен есептеуге болады. Теңдігі 7600. 16 көбейту 5, көбейтілген 30, көбейтілген 2. 16 мен 5-ті көбейтеміз, 2 мен 3-ті көбейтеміз. Және 5 көбейту 2, көбейту 16, көбейту 30 деп шығаруға болады. Теңдігі 4800. 25 көбейту 7, көбейту 40. Яғни 25-ті көбейтеміз 7-ге, көбейтеміз 40-қа. Немесе екінші жақшада 25 пен 40-ты көбейтіп 7-ге көбейтеміз. Теңдігі 7000.
5 көбейту 37 көбейту 3 көбейту 20. 5 пен 3-ті көбейтеміз. Бірліктерін 37 мен 20-ны көбейтеміз. Ондықтарын. Және де 5 көбейту 20, 3 көбейту 37. Теңдігі 11.100. 20-ны көбейтеміз. Жақша ашылған 98 көбейту 5. Жақша жабылған теңдігі 20 мен 5-ті көбейтеміз. Көбейтеміз 98-ге. Немесе жақша ашылған 5 көбейту 98. Жақша жабылған көбейту 20. Теңдігі 9800. Енді балалар 2 көбейту 18 көбейтілген 5 теңдігін және 35 көбейту жақша ашылған 4 пен 2-ні көбейтіндісі жақша жабылған теңдігін өзіміз осы мысалға қарап, екеуін әртүрлі тәсілдермен есептеп көрейік. Енді балалар есеп 7-ге қараймыз. Есеп 7-де ұлы жібек жолының ұзындығы 12800 километрді құрайды. Ерте замандағы саяхатшылар түйемен жүрген болса, олардың барлық жолды жүріп өтуіне қанша күн кеткен? Керуен күніне 5 км сағат жылдамдықпен 8 сағат жүріп отырған дейді. Яғни бізге жылдамдығы 5 км сағат ол бір күнде жүргені белгілі. Уақыты 8 сағат бір күнде жүргені. Бір күнде қанша километр жүргені белгісіз. Яғни арақашықтығы 12000 километрді ол қанша күнде жүрді белгісіз. 5 километр сағатты көбейтеміз 8 сағатқа. Сонда 40 километр. Ол 40 километр бір күнде. Енді 12800 километрді бөлеміз 40-қа, яғни бір күнде жүрген километр. Уақытқа 12800 километрді 40 километрге бөлсек, 320 километр. Сонда 12800 километрді 320 күнде саяхатшы жүріп өтеді. Мысал 8-ге қараймыз балалар. Өрнектер жауабындағы бөліндінің мәні қалай өзгеретін түсіндір дейді. Асында 147-ні бөлеміз 7-ге. 21. Енді екінші 147 мың. Яғни 147. Бұл жерде жүздік. Енді мыңдыққа айналдырып 3 нөлді тіркеп 147 мыңды 7-ге бөлеміз. Сонда 21 мың. Әсінде 258-ді бөлеміз 6-ға. 43 мың. 258 мыңды бөлеміз 6-ға. 43 мың. Сонда жүздікті бірлікке бөлгенде ондық сан, мыңдық санды бірлік санға бөлгенде мыңдық сан шығады екен балалар. Енді 288 мыңды бөлеміз 2-ге. 144 мың. 288 мыңды 20-ға бөлсек, 14400. 244 мыңды бөлеміз 4-ге. 61 мың. 244 мыңды бөлеміз 40-ға. 66100. 56 мың 800-ді бөлеміз 8-ге. 56.800-ді бөлеміз 800-ге. Теңдіктерін және 81.900 бөлу 9, 81.900 бөлу 900 теңдіктерін балалар өзіміз шығарып көрейік. Сендер де дұрыс орындайсыңдар деп сенемін. Балалар, мысал 9-ға қараймыз. Туристік пойыздар станциясыдан бірдей уақыт аралығында жолға шығады. Бірінші пойыз 4 сағат 30 минутта, екіншісі 5 сағат 15 минутта жолға шықты. 5-ші пойыз сағат нешеде жолға шығады? Белгісіз. Яғни бірінші пойыз 4 сағат 30 минут, екінші пойыз 5 сағат 15 минут. 5-ші пойыздың қанша
сағат қанша сағатта жолға шығатыны белгісіз. Екінші пойыз 5 сағат 15 минут. Бірінші пойыз 4 сағат 30 минут. Яғни екінші пойыздан бірінші пойыздың уақытын азайтамыз. 5 сағат 15 минуттан 4 сағат 50 минут 30 минуттағанда 45 минут. 5 сағат 15 минут бұл екінші пойыздікі, 45 минутты қосамыз. Сонда 6 сағат болады. Бұл үшінші пойыздыңкі. Енді 6 сағатқа 45 минутты қосамыз. Сонда бұл төртінші пойыздың уақыты. 6 сағат 45 минутқа 45 минутты қосқанда 7 сағат 30 минут. Бұл пойыздың уақыты. Сонда 7 сағат 30 минутта 5-ші пойыз жолға шығады. Балалар, үй жұмысына мысал 10-ды аламыз. Есептеп, есептерді шығарамыз. 12-ні көбейтеміз 900-ге. 10.800. 15.000-ді көбейтеміз 3.000-ға. 45.000. 5-ті көбейтеміз 7.000-ға. Бұл жерде мысал 5-ке 7-ні көбейтіп 35, 3 0-ді соңына тіркеуге болады. Сонда 35.000. 27.000-ді бөлеміз 30-ға. 900. 21.000-ді 300-ге бөліп, 240.000-ді 30.000-ға бөліп, балалар теңдігін өзіміз шығарайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.